Азамат кездейсоқ елге барып, сол жерде мүмкіндіктер іздеуге шешім қабылдады. Ол глобусты айналдырып, соған саусағының ұшын қойғанда Сомали түсті. Глобусты тағы бір рет айналдырғанда Италияға тап болды. Пицца, макарон, капучино, өнер және екі мұртты сантехник тұратын жер. Билеттерді авиакомпанияның сайтынан сатып алды да ұшып кетті. Келгеннен кейін Азамат бизнес үшін барлық құжаттарды алуға шешім қабылдап, беру орталығындағы кезектен шошып кетті. Құжаттарды мұнда қағаз түрінде екен. 4 күн өтті. Ал Азамат әлі де құжаттарын ала алмай жүрді. Оны бөлімнен бөлімге, кеңседен кеңсеге жіберіп отырды. Бұл процесс мәңгі созылатындай көрінді. Ақырында Азамат Дон Корнетто, жергілікті апельсин саудагеріне жүгінді. Ол барлық қажетті құжаттарды бір қоңыраумен жасап тастап, Азаматпен бизнес жүргізе бастады. Жақында ғана мен Қазақстанда болдым. Сендерде бәрі қаншалықты оп-оңай екеніне таң қалдым. Құжат керек пе? Интернет арқылы Еговтан бірнеше клик жасада құжатыңды қолыңа ал. Мен қонақ үйде отырғанда анықтамаларды алумен көңіл көтердім. Бұл рахат екен. Қызмет қажет болса, Арал банк қосымшасына кір. Ол жерде ақша, билеттер, құжаттар және дүкендер де бар. Естігенім бойынша енді ол жерде тіпті үйленуге де болады екен. О, Мадонна. Сондықтан сенің еліңде осындай заттар дамығанына және кезекте тұрмауға мүмкіндік болғанына риза бол. Бізде және бүкіл Европада да сондай болғанда ғой. Біздің қосымшалар мен технологиялар керемет қой. Немене? Қатарынан 3 техникалық қатте шыққаны қалай? Ал Европада бәрі дамыған, барлық заттар сағат секілді жұмыс істейді. Сендердің Еговтарың сияқты емес.